Құрметті көрермендер, мінекей біздің Икеяның ас үйдің орындығына жастықшаларымызға осындай керек міне. Мынандай Питек деген мата ақшыл сері түсінен таңдадық қыздар. Өте керемет екен мінекей. Бұдан 1 метр алдым, ені 3 метр екен. 6 жастық шығаруымыз керек, 6 орындыққа. Және де мінекей мынандай синтефон алдым. Мінекей. Бұдан да 6 штук қылып қазір мен пішіп аламын. 6 орындығыма керемет жұмсақ жастықшалар жасайтын боламын бауларымен. Төбеде жаңағы сіздерге көрсетіп кеткендей, жаңағы суреттегі үлгідегі жастықты жасайтын боламыз. Құрметті көрермендер, мінекей мен матамды беттестіріп жайып қойдым. Сіздерге айтып кеткендей, матам 1 метр Питек. Мына жағынан 3 метр. Қазір бір-біріне беттесіп тұрғаннан кейін мына көрінісі қазір 150-ге 1 мінекей. 1,5-ға 1 болып тұр. Енді мен 6 орындығымның жастықшаларын 39-ға 39 қылып, міне простой жай карандашпен сызып қойған міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей. Көрініп тұрған шығар сіздерге. Ал енді міне ручкамен дәл жастықшамның мінекей пішіні тұр міне. Мінекей қыздар. 39 міне мына жерден міне. Міне 39. Мына жағынан да міне 39. Барлық 4 жағынан 39 қылып, шаршы қылып сызып алғаннан кейін барып, міне өзі орындықтың бетіндегі размері былай екен. Мына жағынан 33, ортасы, дәл ортасы міне 33. Мына жағында кішкене мынандай невесі бар екен. Орындығымыз былайынан қайтқан. Мына жеріне 1,5 сантиметр мен сызық қойдым. Дәл ортасына есептеп тұрып, дәл ортасын тауып алдым да. Содан мына жағына 10 сантиметр, мына жағына 10 сантиметр қылып, мынандай қылып дуга жасадым қыздар міне. Осы жерім қимаймын, тек тігіж беремін. Бітті. Дәл осыны қазір қиып алып, міне бәрін бет-бет қылып қойып, дәл осылай пішінде жасап шығамын. Енді бауларына бізге 6 орындыққа 2 шетінен 2-4 баудан болады. Ал жерде 18 бау керек. Оған мінекей мен 6 сантиметрден міне. Орындығымыздың артына байланып қояды. Мен липучкамен істемедім қыздар. Өткені 1-2 жуғаннан кейін липучка ұстамай қалады. Баудан артық берік нәрсе жоқ білесіздер. Енді сол бауыма мен 6 сантиметрден міне 6, 12 осындай 2 полоска аламын. 3 метрден. Сонда 50 сантиметрден мінекей. 50 сантиметрден маған міне 1, 2, 3 және де 6, мына жақтан да 6, 50 сантиметрлік бау болады. Оның ортасынан қайырғанымда, кейінірек тіккенімде көрсетемін, 25 сантиметрден қайырғанымда бұл 2-ге бөлінеді, барып байланатын болады. Мінекей мен нені түсіндіргім кеп отыр. Және де бір полоска қыздар мен ең астынан 4 сантиметрлік бау қылдым. Оны жіңішкелігі 1,5 сантиметр қылам. Өйткені біздің стульчиктеріміздің бетінде көріп тұрсыздар, тесік-тесігі бар. Ол бауды мен дәл жастығымның ортасына тігіп қоямын. Астынан тесіктерінен шығарып, астына байлап қою үшін, жастығым қимылдамау үшін. Бұл лайфхакты сіз дәл осы видеоны ақырына дейін көрсеңіз, көре аласыздар. Сол үшін видеомды соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар және тіркелуді шебер достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мінекей енді мен қазір ручкамен сызғаным бойымен сәл артықтау тігіске де қалдырып аламын қыздар. Содан кейін дәл осы жастығымды бәріне қойып сызып алып, қиып алып кете беремін. бір жастықшам дайын болды. Аллаға шүкір, енді дәл өстіп,
мына бетіне қойып сызып алып қиып аламын. Бауларын да қиып аламын. Мастер-классымды соңына дейін көрулеріңізге кеңес беремін. Өткені құнды лайфхактар көрсететін боламын, бөлісетін боламын. Оны ешқандай бір мастер-класста көрмейсіздер, өткені мен оны өзім ойлап тапқанмын. Қыздар, бұл жастығымда уже мен сәл болса да 0,5 дейма, 0,5 миллиметрден артық алып отырмын ол тігіске. Енді мінеке қалай біз сызамыз. Міне былайынан қойбағаннан кейін дәл осының үстінен сызғышымызды қоя отыра, міне бірден сызып аламыз. Міне оңай және тез. Ручкамен сыза бересіз. Бұл іш жағы, сырты емес. Мінеке керемет қылып дәл осылай қылып сызып алып кете бересіздер. Мына жағын тек қана кейінрақ бір қылып тігіп алып отыра бересіздер. Міне мен белгілеп кеттім екі жағын. Мына дуга істейтін жерімді. Мына ортасы болады. Міне ортасында белгіледім. Дәл осы ортасынан жаңа айтқандай 1,5 сантиметр аламыз. Міне болды. Осымен міне мынау қосылады. Міне бітті. Ал енді солайша кете береміз. Қазір мен сіздерге дайын түрін көрсететін боламын. Ал құрметті көрермендер, істің басы ретімен дейді. Ретімен бастасақ, біз бірінші бауынан бастауымыз керек. Мінекей. Былайынан бауына өтек басып аламыз. Сол кезде біз оңай және тез тігіп жібереміз. Қатты қыздырмаймыз, бұл петек, қыздар. Міне. Және де міне бір-біріне беттестіре отыра осылай кете береміз. Мінеке құрметті көрермендер, 1 сантиметрлік ортасына тігілетін бауымызды дәл осылай қылып кете береміз. Міне бір жағы басылса болды. Тез-тез ар жақ қарап өтіп кете бересіздер бүйтіп отырып. Міне бүйтіп келістіріп отырып, басып кете бересіздер. Ал сәттілік тілеймін, экраннан алыстамаңыздар. Құрметті көрермендер, біз енді мына бауларын тігіп алуымыз керек. Мінеке, біреуін мен 6 сантиметрлік қылып алдым. Біреуін 4 сантиметрлік қылып алдым, білесіздер. Мынадан 6 штук керек. 6 орындығымыздың астындағы тесігінен бетіп өткізіп қойып байлап қою үшін. Ал мынадан 6 жастыққа екеуден 4-еу 18 штук керек. Мінекей. Бұл петек ұзындығы, білесіздер, 3 метр. 3 метрден 50-50-ден мінекей мен 6 шығарып алдым. Енді міне тағы біреуін тігіп, бұны да 6-ға бөліп аламын. Мінеке құрметті көрермендер, мен өтек басып алдым. Былайынан қазір тігіс өтемін. Машинкамды настройкасын түзетіп алдым да, енді осыны тікелей тігіп шығамыз. Бауларын не үшін тақтап аламыз? Өйткені бұл көп уақыт алады, сол үшін.
Ал енді осы бауларымды 50-50 сантиметрден бөліп тастаймын примерно. Мінекей. Міне бір бау. Екі бау. Үшеу. Төртеу. И мына бесеу алтау деп бұны өлшемей ақ. Не? Последний болғандықтан 6 бау шықты. Бұны міне былайына қойып тігіп жібереміз. Не? Артына байланатын болады орындығымызға. Мына жуандарымызды бір келкі оверлокқа салып аламыз, қыздар. Мінекей, құрметті көрермендер, 6 орындығыма 12 бауымды мен оверлокқа салып алдым. Және де мінекей 6 бауым бар. Әрқайсын астына тігетін жіңішкесі болды. Енді қабына көшеміз. Мына мінекей 4 сантиметровый жаңағы лентамды сіздерге көрсете алмай қалдым. Өткені оверлокта настройкасы оверлокта тұр еді. Қазір енді тіке тігіске настройкасын қойып алып, мінекей, құрметті көрермендер, басында мен 39-ға, мына матаны 39-ға 35 қылып алып, пішіп көрсеткен болатынмын сіздерге. Мінекей, ол мата мен піштім. Мына жағынан мінекей мен сіздерге айтуым бойынша басында неше құдай, 1 сантиметр, 1,5 сантиметр дедім, е? Мына жағынан 1,5 сантиметр ала отырып, біз мына жағын бетіп қайтарып аламыз ба деп едік. Мінекей. Олай жасамайтын болдық, өткені мынау дәлме-дәл пішкен кезімде жастығым өте кішкентай болып қалды, қыздар. Мінекей, қараңыздар. Ни туда, ни сюда. Ысырап болып қалды мынау. Енді мен жалпақ тілмен айтқанда 39-да 39 қылып алып отырмын, 4 пішті қылып. Қазір енді 4 пішті қылып тігіп шығамын, 3 жағынан. 4-ші жағынан жаңа бауын тігеміз, қайыра отырып, одан кейін барып синтефоны салғаннан кейін барып астындағы бауын тігетін боламыз. Мастер-класстан ұзамаңыздар, лайк басыңыздар, ұнаса, түсінбеген жерлеріңізге сұрақ қойып отыра беріңіздер, мен жауап беруге тырысамын. Мінекей, ақырына дейін жүргеннен кейін мына жағына салып басамыз. Ал мінекей, қалташамыз дайын болды. Оны 10 аударғанда міне осындай сүйкімді стульчигімізге, жаңа орындығымызға әдемі жастықша пайда болды дейміз. Ал мінекей, құрметті көрермендер, біз жастық қабымызды дайындап болған соң, мінекей, ішке қаратып, былайынан өтек басып аламыз. Мына екі жағына қазір 2 бауды бетіп тігіп жіберемізді, ішіне синтефонымызды жайлап, мына жағын бекітіп тастаймыз. Содан кейін мына жақты өлшей отырып, дәл ортасын тауып, астына өзіміздің жаңағы бауымызды тігіп жібереміз. Мінекей. Міне мынау дайын түрі. Жаңа өтек басып қойдым, міне 3 сантиметрден қайтарған екен. Енді общий мына жағынан, примерно мына жағынан қайтты, уже 39-дан 1 сантиметрдей кетті. Сонымен баршасын қосқанда 34 болып тұр. Өзі стульчигіміздің мына жағынан 33 болатын. Енді қазір синтефон салған тағы көтеріледі, сонымен примерно 33-ке барады, қыздар. Мінекей, 3 сантиметрден екі жағынан қайтарып, міне өтек басып алдым, оңай тігілу үшін.
Мінекей құрметті қыз келіншектер, мен 6 жастығыма басып болдым өтегімді. Міне бірдей қылып 3 сантиметрден қайтарып, қазір енді бауларым екі жағына тігіп аламыз. Содан кейін бар синтефонын басамыз. Менің мастер-классымнан ұзамаңыздар, алдыда әлі керемет лайфхактармен бөлісетін боламын. Құрметті көрермендер, синтефонын салмастан алдын. Синтефон салсақ сәл мынау көтеріңкі болады, сол үшін салмастан алдын. Біз жастығымыздың дәл ортасын тауып алуымыз керек. Сол жерге болар болмас қылып не қаламымызбен меткі қойып қоямыз. Ол үшін ол мына стульчигіміздің бетіндегі тесікке кіретін мына бауды бетіп тігіп жіберетін қылатындай қылып, кейін іздеп оны табу қиын болады. Сол үшін қазір соны меткі қылып кетеміз, бәрі алтауына. Мінекей құрметті көрермендер, енді біз синтефонымызды әдемілеп кесіп алуға кірісейін деп жатырмыз. Міне примерно қалтамызды қойып аламыз. Мінекей өте кішкене былайынан шығарамыз қыздар, өйткені мінекей қараңыздар қалыңдығы қанша. Сол үшін мына екі шеттері бүріліп қалмау үшін примерно мына жерден міне өзіңізге метка қоя отырып, мінекей кесіп ала бересіздер. Ал мінекей дәл өстіп қыздар, бірдей қылып қазір 6 синтефон қиып алуым керек. Мінекей мына синтефонды мынаның ішіне салып қойып, әрқайсысын әртүрлі қылып қию болмайды. Бәрі үйлесіп бірдей болу керек. Жастығымыз біреуі кішкене, біреуі олпы, біреуі солпы болмау үшін мінекей мынаны енді кусокты пример етіп әрқайсысын үстіне қойып 6 штук шығаруым керек, менің міндетім. Қазір енді көріп отырыңыздар. Ал енді сиқырлы қалташамызға салып көрейік, кәнекей. Бәрі ойдағыдай бола ма екен? Жақсылап салып, бұрыштарын жайпаймыз қыздар, ең бастысы. Мінекей. Күшті болды міне. Мына жағына қазір баулар тігіледі. Сол үшін күшті. Енді жаңа тігілгенімді көрсетейін сіздерге. Мына қарайсыздар, мынаған мән бересіздер. Міне қараңыздар, мына жағында толщина, мына жағында жұқалау болса, мына жағы жұқалау. Мінекей былайынан ауыстырып, бір-бірін үйлестіріп теңестіресіздер. Сол кезде міне бірдей толщина болады. Мінекей синтефонымызды мына бұрышына апарамыз. Өте керемет болды. Енді мына жерін тігіп жібереміз қазір. Және де центріне бағанағы бауымызды байлай отырып, мына жерін тігіп жібереміз. Сол кезде міне мынандай болады. Біз синтефонымыз салып келдік қыздар. Қазір енді тігеміз мына тігісті. Айнан салып қоямыз.
Шамамыз келгенше бүйтіп тігіп шығамыз. Енді біз жаңағы точкаге келдік. Сол жерге мына жіңішке бауымызды қоя отыра, мінекей, оверлокқа саламыз. Құрметті көрермендер, мінекей мен бәрін мына қойып қойған міне қаламмен точкамды дәл мына ине кіретін лавкамның ортасына қоя отырып туырлап алдым. Енді қазір оверлокты басамын. Қойып аламын оверлогымды. Ал енді бісміллә көреміз қазір. Кішкене жүреміз, осы жерді ғана болды. Отыра лавкамызды түсіреміз. Жастықты жақсылап басып тұрамыз. Міне мына беті де осылай болып тұр екен, қыздар. Міне керемет, екі жағы байланады. Астынан мынау тесіктерге кіріп мінекей байлап қояды. Жылжымайтын біздің Икеяның әдемі орындығына әдемі көрікті жастық шықса келді. Простой. Ешқандай выпендрежі жоқ, ешқандай бір жағдай неве ештеңе сондай бір нәрсе жоқ. Аласыз да, жуып аласыз да, лақтырып жіберіп, машинкаға қайтадан қойып қоясыз. Мінекей. Керемет емес пе? Қазір енді алтауын да осылай алып тігемін. Құрметті көрермендер, мінекей мен мына жеріне астына бауын тіктім ғой, былайынан міне. Мінекей. Және де бұны алғаннан кейін бүйтіп өзім отырып көргеннен кейін қолып мынандай қылып жағдай ауа кіргендей болып тұрды. Сол үшін мен мына жерінен де және мына жерінен де тігіс жүргізуге шешім қабылдадым. Сонымен менің жастықтарым міне осылай болайын деп тұр. Көшті керемет болайын деп тұр. Міне, мынау арты міне. Фотосын қазір сіздерге көрсететін боламын. Осылай алып тіктім. Енді мынау қолып етпейді, мына жер бір ауа бар сияқты болды. Сол үшін осылай қылып скромно декорировать ете салдым. Мінекей сіздерге көрінсін деп тағы да бір рет көрсетейін деп отырмын. Ешқандай өлшемсіз, мына жақта қанша сантиметр, мына жақтаға на глаз әшейін. Қыздар, міне, мына жақпен бүйтіп кіргіздім. Примерно мына жерге кеп тоқтадым. Міне, болды. Астарын дүзеттім да. Лавкамды қойып. Міне. Тамаша болды енді. Енді керемет болды. Артық жіптерін, шошайған жіптерді қиып жібереміз түбінен. Мінекей. Ал тамаша жеп-жеңіл жастықтарымыз дайын болды. Ас үйіне Икея ақ орындығымызға. Ал құрметті көрермендер, мінекей біздің сидушкілеріміз, яғни жастықшаларымыз орындыққа арналған бітіп қалды. Мінекей әдемі керемет болып тігілді. Мінекей баулары қандай биік болды. Мінекей мынаны мен өзім ойлап таптым. Сол жаңағы орындықтың тесіктеріне кіріп байланатындай қылып өзім ойлап таптым. Мен ешкімнің ютубтағы мастер-классына кірмеймін, қыздар. Ешкімнен ұрламаймын. Міне құдай ақы, өзімнің мінекей қабілетімнің арқасында өзім ой өрісімнен осылай қылып тігуге шешім қабылдап, мінекей сіздерге ұсынып отырмын. Осындай қылып тіксеңіздер де болады деген ниетпен. Мінекей. Рахмет сіздерге менің мастер-классымды соңына дейін көріп, бағалап, лайк басып, сұрақтар қойып, алғыс айтқандарыңыз үшін Алла сіздерге жар болып, нұрын жаудырсын. Сіздерге тек қана жақсылық тілеймін. Жақсы күндерде, жаңа мастер-класстарда кездескенше сау сәлематта болайық.